Сәуле, сутегі технологиялар туралы түсіндіріп кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі таңда барлық әлем сутегі технологияларына көңіл бөліп жатыр. Себебі ол жаңа баламалы энергия көзі ретінде танылып жатыр. Баршаңызға белгілі, қазір көміртекті бейтарап туралы жарияланған болатын. Кейбір елдер оны мақсат ретінде 2053 жылын көрсетіп жатыр, кейбір елдер 2060-ты көрсетіп жатыр. Бірақ соған қарамастан сутегіні арқылы сол көміртекті бейтарапқа жету жоспарланып жатыр. Неге? Өйткені сутегіні қолдану аясы өте кең, сутегіні түрлі жолдармен өндіруге болады, және сутегіні әртүрлі формада сақтап тасымалдауға болады. Қазір әлемді қарайтын болсақ, 1000-мыңнан жуық жоба жарияланған. Соның ішінде жасыл сутегі, көгілдір сутегі деп сутегінің бірнеше категориясы бекітілген. Оның басты критерийсі дейміз бе, ол сутегіні өндіру жолындағы қандай экологиялық әдіс қолданады. Соған байланысты сутегіні қарастыратын болады. Барлық әлемнің көңіл бөліп жатқаны ол жасыл сутегі және көгілдір сутегі. Қазір көптеген елдер өздерінің ұлттық стратегияларын, тұжырымдамаларын, жол карталарын жариялады. Егер қателеспесем, қазіргі таңда 70-ке жуық ел осындай үлкен ресми құжаттарды жариялап, өздерінің елдерінде сутегіні өндіреміз, қолданамыз, сутегіні тасымалдаймыз деп айтады. Мақсат қоюда, да? Иә, үлкен мақсаттар қойып жатыр, үлкен амбициялар бар, және сондай елдердің бірі бізде сутегіге ақырындап бет бұрып жатырмыз. Келесі сұрақ, сутегі өндірудің технологиялар туралы айтып өтсеңіз. Жоғарыда айтқандай, сутегіні өндірудің бірнеше жолдары бар. Жасыл сутегі, көгілдір сутегі деп аттадым. Ол жаңағы сутегіні өндіру жолдарының ерекшелігіне байланысты сондай түстерге бөлінді. Негізі оның түрі өте көп. Ақ сутегі дейді, қоңыр сутегі дейді, сарғылт деп әртүрлі айта береді. Бірақ мұндағы басты технология сутегіні барынша таза жолмен өндіру. Сутегі экологиялық тұрғыда таза жолмен өндіру. Жалпы сутегі ол біздің ғаламшарда ең көп тараған элемент, баршаңызға белгілі, химия элементтер таблицасында бірінші орында тұрады. Бірақ сутегі ол таза күйінде кездеспейді. Сондықтан біз оны бір нәрсенің құрамынан алуға тиістіміз. Мәселен, жасыл сутегі деген ол сутегі және оттегі молекулаларын ыдыратып, содан өндіру. Бірақ мұнда электролиз ретінде суды ыдырататын кезде электр қуаты көзі ретінде біз қайтымды күн не болмаса жел энергиясын қолдану керекпіз. Сол жасыл энергия көзі арқылы сутегіні өндіресіз, сөйтіп сіздің сутегіңіз өндірілген кезде ешқандай зиянды заттар бөлінбейді, сол сутегі таза болып саналады. Екінші кең тараған жолы ол көгілдір, оны біздің күнделікті естіп көріп жүрген табиғи газ. Сол арқылы шығаруға болады. Онда метан газынан сутегіні бөліп алады, бірақ ол процесс кезінде көмірқышқыл газы, СО2 бөлінеді. Егер ол СО2 газын бөлек сіз қолданатын болсаңыз, онда яғни оның экологиялық зияны азаяды, сөйтіп ол төмен көміртекті сутегі болып саналады. Сондықтан қазіргі көп елдер осы екі әдісті қолдану арқылы сутегіні өндіреміз. Сондай жасыл не көгілдір сутегі, яғни қайтымды немесе төмен көміртекті сутегіні қолданамыз деп айтып жатыр. Сутегіні өндірудегі Қазақстандағы мүмкіндіктер туралы айтып өтсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Себебі көптеген халықаралық сарапшылардың айтуынша Қазақстанда сутегі өндіру мүмкіндігі өте жоғары. Себебі бізде оған қажет ресурстар бар. Мәселен, жасыл сутегі деп айтатын болсақ, бізде күн электростанцияларын орнатуға мүмкіндіктер бар, жел электростанцияларын орнатуға мүмкіндік бар. Яғни қайтымды энергия көзі бар болғандықтан жасыл сутегі шығара аламыз. Бірақ бізге су керек. Қазақстанда су мәселесі қазір өте күрделі. Алайда сол суды сутегі өндіруге қолдану арқылы біз суды басқару жүйесінде тиімді ете аламыз. Мәселен, біздің департамент қазір Қазақстандағы су ресурстары бойынша да зерттеумен айналысып, Қазақстанда қаншалықты жасыл сутегі шығаруға болады, соны егжей-тегжейлі тексеріп жатырмыз. Көгілдір сутегі дейтін болсақ, газ бар, мұнай
өндіретін барысында бөлінетін қоспа ілеспелі газдар бар. Одан да сутегіні бөліп CO2 бөлек ажырату арқылы төмен көбіртекті сутегіні шығаруға мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан Қазақстанда ресурстарды тиімді қолдану мақсатында осы сутегіні қарастыруға болады. Қазмұнайгаздың еншілес компаниясы Қазмұнайгаз инжинирингте арнайы сутегіне арналған зертхана бар. Осы зертхана туралы айтып өтсеңіз. Иә, негізі бұл 2021 жылы мемлекет басшысы тарапынан энергетика министрлігі, сол кездегі экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі және ұлттық компания Қазмұнайгазға берілген тапсырма болатын жаңа технологиялар орталығын ашу және сонда сутегіні қарастыру. Сол мақсатпен 2022 жылы 1 сәуірде ресми түрде Қазақстанда, тіпті Орта Азиядағы алғашқы сутегі энергетикасының құзырлық орталығы құрылды. Ол орталық негізі Қазақстанда, сонымен қатар Қазмұнайгазда сутегіні шығару мүмкіндіктері туралы зерттеу жүргізіп, сараптап, ғылыми жобалармен айналысу басты мақсаты болды. Қазіргі таңда біз баламалы энергетика департаменті деп аталамыз. Қазмұнайгаз инжинирингтің Астана кеңсесінде орналасқан және сонымен қатар Атырау қаласында сутегі технологияларын зерттеу зертханасы құрылды. Зертхананың басты мақсаты ол сутегіге қатысты зерттеу, ғылыми жұмыстар жүргізу. Біздің басты фокус ғылыми зерттеу арқылы өндіріске жаңа технологиялар енгізу. Жалпы сутегі энергетикасы ол сутегіні өндіру, сутегіні сақтау, тасымалдау және сутегіні қолдану деген бірнеше этаптардан тұрады. Біз өз орталығымызды құрған кезде сол кездегі жүргізіліп жатқан әлемдегі, Қазақстандағы барлық зерттеу жұмыстарымен танысып шықтық. Сонда жалпы ең үлкен сұрақ ол сутегіні қауіпсіз жолмен тиімді сақтау әдісін табу болды. Ол тек Қазақстан үшін емес, барлық әлем үшін өте маңызды сұрақ болып тұр. Өйткені сутегі ол өте жеңіл газ, сондықтан қауіпсіздік мәселесі өте маңызды болып тұр. Сол себепті біз өз зертханамызда сутегіні тиімді сақтауға арналған материалдарды дайындау жұмыстарымен жүргіземіз. Ол үшін қазақстандық ресурстарды қолданамыз. Негізі сутегіні қалай сақтауға болады? Соған бір үнілсек, мысалы жоғарыда мен сутегіні қалай өндіруге болатынын айттым, енді қалай сақтауға болады? Бұл негізі сол сутегінің ерекшеліктерінің бірі, сутегіні бірнеше жолмен сақтауға болады, бірнеше формада. Мысалы газ күйінде, оны үлкен баллондарда жоғары қысымда сақтауға болады. Мұнда бірақ қауіпсіздік мәселесі бар. Немесе сутегіні сұйық күйге айналдыруға болады, бірақ оған минус 253 градус қажет болады, яғни өте төмен температура. Ол температураны сақтап тұрудың өзі қосымша қандай да бір құрылғыларды қажет етеді. Сондықтан сутегіні қатты күйде сақтауға мүмкіндік бар. Қатты деген сутегінің өзі қаттыға айналмайды. Біз қатты формадағы заттарды қолданамыз. Ол металдар болуы мүмкін. Сол металдардан арнайы қоспа жасап, соған сутегіні сіңіртіп, сол қоспаларды қатты күйде тасымалдауға болады. Ол қауіпсіз, ол тиімді болып саналады. Бірақ қазіргі үлкен мәселе оған қолданатын металдар, сирек металдар өте жоғары бағада тұрады. Сол мәселені шешу үшін біз өзіміздің еліміздегі бар ресурстардан оған балама болатын металдарды қолданып, сондай қоспа дайындау. Негізі ондай жобалар Жапония, Германия елдерінде бар, бірақ атап өткендей, ол металдар өте қымбат болғандықтан кең таралмай жатыр. Біз керісінше осы жолды шеше алатын болсақ, жаңа индустрияның пайда болуына мүмкіндік ашамыз. Және сонымен қатар Қазмұнайгаз үшін ол өзі өндіріп жатқан сутегіні тиімді сақтауға, өз шешімін жасауға үлкен себеп болады деп ойлаймын. Сәуле, сутегі технологиясы бойынша Қазмұнайгаз компаниялар тобындағы жасалып жатқан жұмыстар және оның болашағы мүмкіндігі туралы айтып өтсеңіз. Сұрағыңыз түсінікті. Жалпы қазіргі таңда сутегіні Қазмұнайгазда қолданады. Мәселен, Атырауда мұнай өңдеу зауытында сутегі мұнай өңдеу процесінде қолданылады. Бірақ бұл мұнай өндіру саласында қолданылатын сутегі
жалпы әлем бойынша ол сұр сутегі болып саналады. Яғни ол жасыл сутегімен салыстырғанда қоспалары бар болып саналады. Сондықтан бізге төмен көміртекті өнім шығару үшін ол сұр сутегіні көгілдір не жасыл сутегге айналдыру керек. Біздің зерттеу мақсатымызда да біз Қазмұнайгаз активтерінде сутегіні қалай қолдануға болатын, тек қалай өндіру емес, қалай қолдануға болатынын да қарастыра аламыз. Жалпы сутегіні қолдану аясы өте кең. Ол мұнай, газ, химия саласы болсын, сутегі арқылы төмен көміртекті метанол, аммиак сияқты заттар шығаруға болады. Сутегіні электр қуатын өндіру, жылу өндіру мақсатында қолдануға болады. Аммиак арқылы ауыл шаруашылығында қолдануға болады. Сол себепті сіз қолданатын өнімдерді бөлінетін СО2, яғни декарбонизация, көміртекті бейтарапқа сол саланы айналдырғыңыз келсе, сутегі арқылы соған жетуге болады. Неге жоғарыда да әлем бойынша сутегі тенденция жүріп жатыр дейміз? Көбінесе сутегіні, СО2-ні қысқарту қиын салаларда, өндіріс салаларында қолданатындықтан қазір ол барша әлемге қызық болып жатыр. Соның бірі сол мұнай, газ, химия саласы, түрлі металлургия өндіру саласында да қолдануға болады. Бұл болашақта жаңа бизнес түрін, яғни бизнесті диверсификациялауға, жаңа тауар, жаңа өнім жасауға, және ол өнімдердің барлық экологиялық талаптарға сай дейін ба, яғни төмен көміртекті болуы, ол жаңа мүмкіндіктер ашады. Өзіңіз басқарып отырған сутегі технологияларын зерттеу зертханасының қазіргі уақыттағы жетістіктер туралы айтып берсеңіз. Құрылған күннен бастап қазіргі уақытта қандай шаралармен айналысып жатыр? Біздің құрылғанымызға 2 жыл болып қалды. 2 жылдың ішінде азды көпті жетістіктеріміз бар деп ойлаймын. Басты біздің жұмысымыз, мақсатымыз ол ғылыми негізде сараптама жасау. Қазақстанда сутегі өндіру қаншалықты мүмкін? Ол сараптама нәтижелерін біз ғылыми мақалалар түрінде, түрлі халықаралық журналдарда, жоғары рейтингті, түрлі халықаралық ұйымдар базасында жарияланған болады. Мәселен, ең бірінші Қазақстандағы сутегі мүмкіндіктері бойынша мақаланы біздің команда жазып шыққан болатын. Ол Азия даму банкінің институты негізінде жарияланды. Кейін ол мақала тіпті әлемдік сарапшылардың назарына түсіп, 2023 жылы сутегі болашағы жайлы кітап жарияланған болатын. Онда 2040 жылға дейін әртүрлі елдерде сутегінің даму сценарийі көрсетілген. Соның бірінде Қазақстан бар. Қазақстанда болашақта сутегі кең қолданылатын болады деп қарастырылады. Және бұл мақаланың жариялануына себеп болған біздің ғылыми негізгі жұмыстарымыз болды. Егер қарап шықсаңыздар, пайдаланған әдебиеттер тізімінде біздің командамен жазып шыққан мақалаларымыз бар. Яғни біз әлем сарапшыларын өзімізге қарата алдық. Оларға Қазақстандағы сутегі болашағы бар екенін көрсете алдық. Және болашақта біз өзімізде Қазақстанда қалай сутегіні енгіздік деп кітап жазамыз деп жоспарлап жатырмыз. Яғни ғылыми ағартушылық жұмыстар біздің жұмыстарымыздың бірі. Сонымен қатар біз сутегі туралы барынша әріптестерімізбен бөлісуге, жалпы көп қоғамда сутегі туралы білгенін қалаймыз. Ол мақсатта да, мәселен, сутегі энергетикасы деген бюллетень дайындап шықтық. Мұнда жалпы сутегі деген не, сутегіні қалай өндіреді, қандай технология бар, қандай компания бар, сол туралы жалпылама ақпарат берілген. Бұл да біздің бір әдісіміз, сутегі жайлы көбірек ақпарат білсін деген, сутегі тезірек дамысын деген бір әдісіміз деуге болады. Сонымен қатар біздің ең үлкен жұмыс сол Қазмұнайгаз активтерінде сутегіні өндіру жоспарын құру. Мәселен, біз қазір көгілдір сутегі өндіру бойынша техника-экономикалық зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Мүмкін кен орындарын қарастырып жатырмыз, сутегіні қайда өндіруге болады. Жасыл сутегі бойынша, мысалы, Қазақстандағы су ресурстары, ол су ресурстарын қаншақты сутегіге қолдануға болады. Сол бойынша үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Ол цифралық атлас, яғни біз
су бойынша барлық ақпаратты егжей-тегжейлі қарастырып, оны жүйелеп, Қазақстандағы су жағдайын зерттеу арқылы сутегіні өндіру мүмкіндіктерін зерттеп жатырмыз. Үшінші бағыт ол бізде сутегіні сақтау. Жоғарыда айтып өткендей, бізде зертхана бар Атырау қаласында. Атырау қаласында сол сутегіні сақтауға арналған қоспалардың эксперименттерін жүргізіп жатырмыз. Бұл жобамыз Самғау ғылыми орталығының назарына да ілігіп, жақсы бағаға иеленді. Одан ары өз жұмысымызды жалғастырамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар біздің басты мақсат ол Қазақстанның сутегісі туралы барша әлемге паш ету, халықаралық байланыс орнату. Сол себепті біз жыл сайын халықаралық семинар өткіземіз. Былтыр, биыл түрлі компания өкілдерін шақырдық, әлемдік сарапшыларды шақырып, солар арқылы жалпы сутегі технологиялары, солардың таралу жолы үлкен семинар өткізген болатынбыз. Түрлі компаниялармен меморандум қазіргі таңда қол қойылды. Оның ішінде Жапонияның Mitsubishi Heavy Industries үлкен компаниясы бар. Әріптестеріміз де Германия, Жапония сияқты сутегіні қазір алға басып жатқан елдерге барып, тәжірибе жинап, өз біліктілігін арттырып жатыр. Сондықтан бұл саланың болашағы өте зор деп ойлаймыз. Және сол болашақтағы мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін қазіргі таңда біз еңбек етіп жатырмыз. Сәуле, Қазақстандағы сутегін дамыту мүмкіндіктері туралы айтып өтсеңіз? Біз Қазақстанда сутегінің болашағы зор, мүмкіндіктері көп дейміз. Бірақ қазіргі таңда ең маңызды жетістіктердің бірі десем, осы жолдағы ол энергетика министрлігінің басшылығымен жарияланған Қазақстан Республикасындағы сутегі дамыту тұжырымдамасы 2040 жылға дейін көрсетіледі. Бұл тұжырымдама әзірлеу үшін арнайы жұмыс тобы құрылған болатын. Сол жұмыс тобында Қазмұнайгаз атынан Қазмұнайгаз инженеринг баламалы энергетика департаментінің қызметкерлері, сутек технологияларын зерттеу зертханасының қызметкерлері белсенді қатысып, сол құжаттың дайындалуына өз үлесін қосты. Бұл құжат өте маңызды, себебі сол құжатқа негізделе отырып, Қазақстан ары қарай келесі қадамдарды анықтайтын болады. Ол үшін не істеу керек, қандай болу керек, ол сұрақтарға біздің дайындаған сараптамаларымыз негіз болды. Сонымен қатар зертхана аясында жүргізіп жатқан осы жұмыстар болашақта Қазмұнайгаз компаниясы үшін түрлі зияткерлік патенттерді алуға, Қазақстан болсын халықаралық деңгейдегі жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.